Ассалаумалейкум. Жаһан әдебиеті пәнінен бүгінгі өтетін темамыз орта әсірлердегі әдебиет деп аталады. Орта әсірлердегі әдебиеттің бір түрі рыцарь куртуаз әдебиеті. Рыцарь куртуаз әдебиеті ішкі бөлімдері бойынша лирикалық, драмалық, эпикалық түрлерге бөлінеді, һәм олар өз ішінде бірнеше жанрлардан тұрады. Минизм бұл рыцарь куртуаз әдебиетіндегі лирикалық жанр. 12-13 әсірлердегі неміс рыцарь лирикасы минизм, яғни мұхаббат қосу атамасымен жүргізіледі. Бұл термин 12 әсірде неміс ғалымдары ретінде кірді. 12-13 әсірлердегі рыцарь мұхаббат поэзиясы екі ағымнан ібарат болды. Біріншісі біраз ескі һәм халық қосқыларына жақын поэзия, екіншісі Прованс трубадурларының тәсір астында жүзеге келген поэзия. Бірінші ағымның көзге көрінген ірі уәкілі Кюренберг һәмде Дитмар фон Айст. Бұл шайырлардың қосқыларында мұхаббат азабы, көбінесе хаялдың тағдыры болып қалады. Бұл типтегі минизм халық традицияларымен байланысты. Неміс рыцарь лирикасының екінші ағымы Прованс трубадурларының тікелей тәсір нәтижесінде жүзеге келген. Бұнда сүйген ярының жамалына жете алмай азапланған ашықтың образы шөттіріліп суретленеді. Бұл қосық формасы біраз құрамалығымен өзгешеленеді. Енді бұл қосықта халық қосығына тән табиғат көріністері, драмалық халатлар ұғымы суретленеді. Ринмар Старый Гартман бұл Прованс трубадурлар лирикасының уәкілі. Ринмар Старый өз қаліме өзім құндар емеспен, мен құндарлық орынды, сенің құндарлығың алды. Гартман болса өз қосығында қанымға қызмет етуші жоғары мұхаббатты емес, ал Апуайы һәм садық қызға болған мұхаббатты жырлайды. Вальтер фон дер Погельведе орта ғасыр неміс лирикалық поэзиясының тек ағымдарын өздестірген шайыр. Вальтер дәстеп жоғары рыцарь мұхаббатын жырлаған болса да, көп етпей халық қосқылары һәм көңіл көтеретін багантлар поэзиясына жақындасып, ол хақиқи мұхаббат суретлеуге талпынады. Вальтердің қаһарманы ашықтың өтініштеріне бола шын кеуілден жауап беретін Апуайы қыздың образы болады. Вольфрам фон Эшенбах орта ғасырлерде неміс мұхаббат лирикасын және де рауаждандырған шайыр. Оның таң қосығы қорықшы мен ханым ортасындағы мұхаббат сәулеленеді. Шайыр үшін характерлі тарихи сонан ібарат, қосықта таң образы тырнақ пенен шақтылық нұры менен бұлттарды жарып тарқатып жіберуші сипатында сәулеленеді. Таң атуы ханым үшін күтілмеген уақиға болады. Бұл жағдай шайыр тарихымен шеберлікпен 13 ғасырдың екінші ярымында минизмда түскірлік халаты, кризис басылады. Себебі орта ғасырларда қалалардың рауаждануы һәм рыцарлық мәдениеттің оңа кризисі себебі осы жағдай жүзеге келді. Диққатларыңыз үшін